Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен, эфирде спортсмен хабар және оның жүргізушісімен алдыңыздарына рахмет. Теннис. Жеке дара 1-1 немесе 2-2 жұптық болып ойналатын спорт түрі. Бұл спорт түрін меңгерген әрбір спортшының дене қимылы ширақты, ой өрісі дамыған болады. Тарихқа сүйенсек, бұл спорт түрі сона 13-14 ғасырда Италия, Франция, Англия тұрғындары себет арқылы допты қолмен лақтырып ойнаған көрінеді. Кейін өзгерістер ене келе 16 ғасырдың басында бұл спорт түріне ракетка енгізілген. Енді бұл ақпараттар қаншалықты рас? Және бұдан өзге тағыда қандай қызықты мәліметтер бар? Мұны білу үшін біз Нұрсәт теннис орталығының меңгерушісі Қанат Нұрмахановтан сұрап білмекпіз. Қанат, ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Сұхбатымызға дайын болсаңыз, ең бірінші сауалымызды қойып бастасақ. Жалпы ең бірінші теннис спортының тарихы жайлы айтып беріңізші. Енді тарихына келетін болсақ, өзіңіз жоғарыда айтқандай, бастауды осы теннис спорты Европадан алады. Кейіннен келе ең бірінші жарыстар 19 ғасырдың екінші жарысына бастайды. Қазіргі таңға дейін Уимблдон жарысы ең бірінші жарыс болып есептеледі, әлі ең көне жарыс болып есептеледі. Ең бірінші жарыс 1877 жылдары басталды. Одан кейінгі 1900 жылы Дэвис кубогының аясындағы жарыстар өте бастады. Және кейіннен келе үлкен ірі халықаралық жарыстар жүре бастады. Оған қоса жаңағы әйелдер, еркектер сынды жарыстарды бөле бастады. Әйелдерді бір бөлек, ер адамдар бір бөлек. Оған қоса рейтинг ойнаған жарыстың нәтижесі бойынша әр ойыншының белгілі бір баға беретін өзінің ұпайлары бар. Сол ұпайлар арқылы рейтинг санақ жүргізіле бастады. Сондықтан осы күнге дейін келе қазіргі таңда WTA, ATP турдағы жарыстар өтеді. Оған белгілі жаңа жоғарыда айтқандай ұпайлары бар. Және де әрине бұл спорт түрі ең бастысы бастап алған кезде ақсүйектердің спорты болып есептелді. Кейіннен таңғы уақыт өте белгілі осы кең қолданысқа енгізіліп қазіргі дәрежеге жетіп отыр. Рахмет, түсінікті. Ал бұл спорты біздің Қазақстанда, біздің Қызылорда өңірінде қашаннан бастап пайда болды? Енді өзіміздің Қызылорда өңірінде бұл спорт түрі осы біз тұрған қазіргі Нұрсәт теннис орталығының ашылғаннан бастап пайда болды десек толық айтуға болады. 2010 жылы 1 қыркүйекте елбасының қатысуымен осы теннис орталығы ашылды. Сол кезден бастап осы теннис орталығында қазіргі таңға дейін 4 жаттықтырушымыз бар жұмыс істеп жатқан. Енді біздің облысымызда бұл спорт түрі мүлдем болмағандықтан әрине басында қиындықтар болды жаттықтырушылар жағынан. Сондықтан көршілес Өзбекстан елінен 2 жігітті шақырдық арнайы осы жаққа келсін, біріншіден үйретсін деп. Кейіннен қоса қасына өзіміздің осы жергілікті жас балдарымыз бар. Осына теннис ойнап, осы теннис орталығын кейіннен оқуларын бітіріп, осы жерге жаттықтырушы болып келіп жатыр. Ол жігіттерді қастарына Өзбекстаннан кеткен жаттықтырушылардың қасына қосып, арнайы тәлім алып жатыр. Практикалық тұрғыда, басқа да тұрғыда жарысқа бару, жарысқа өткізу, сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан 10 жылдай болды жұмыс істеп жатқанымызға. Рахмет, түсінікті. Бәрекелді. Енді осы 10 жыл шамасы ішінде қандай биік жетістіктеріміз бар? Қандай спортшыларымыз биік белестерді бағындырып жүр?
Енді 10 жыл ішінде ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріміз жетеді, бар. Құдайға шүкір, осыған дейін біздің осы теннис орталығынан шыққан оқушыларымыз бар, спортшыларымыз бар. Қазіргі таңда жастар, жасөспірімдер құрама команда сапында осы облысымыз Қазақстанның намысын қорғап жүр. Атап айтсақ, Ерасыл Жақас деген, Ерасыл Ерділда деген баламыз бар. Қазіргі таңда 15-те ол бала жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы болды 2019 жылы Атырау қаласында. Одан кейін көптеген сыртта өткен халықаралық жарыстардың жеңімпаз жүлдегері атанды. Атап айтсақ, Турцияда өткен Европа кубогында жарыс аяғында жеңімпаз атанды. Өзбекстандағы үлкен халықаралық жарыстың күміс жүлдегері атанды. Одан бөлек осы биыл ғана жас болса да ересектер арасында Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Спорт шеберіне үміткер нормативін орындап, қазіргі таңда ол бала бірыңғай сыртта оқу жаттығу жиында Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында, қазіргі таңда сол жақта оқу жаттығу жиында бар. Демек, үлкен жарыстарға дайындалып? Үлкен жарыстарға дайындалып жатыр. Осы жақында ғана Өзбекстанда, Тәжікстанда болған жарыстарда қатысып, ол жақтан да жүлделі оралды. Сондықтан ол баладан әлде де болашағымыз үміт. Жалғыз облыс емес, Қазақстанның атынан. Одан бөлек Жақас Қозбақ деген баламыз бар. Ол да жаңағы осы 7 жасында осы теннис орталығына келді, теннисті бастады. Ең бірінші Қазақстан чемпионатының жүлдегері сол жасөспірімдер арасында сол Жақас атанды. Одан бөлек қазіргі таңда дәл қазір Украинаның Одесса қаласындағы халықаралық жарысқа ойнап жатыр баламыз. Оның алдында бір апта бұрын Львов қаласында теннис Европа жарысының аясында жарыста жұптық бәсекеде күміс жүлдегер атанды. Қазір енді Одессадағы жарыста ойнап жатыр. Енді аптаның соңына дейін сол жарыста ойнайды, одан кейін нәтиже белгілі болады. Одан бөлек ағайынды Амангелді Ернар, Амангелді Заурбек деген балаларымыз бар. Жаңағы Жақас пен Ерасылдың ізін басып жатқандар. Олар да Заурбектің өзі қазір жасы 12-де, бірақ соған қарамастан 2 жыл бұрын Қазақстан чемпионы атанды 10 жасқа дейінгі. Сондықтан сондай жетістіктеріміз бар. Оның ізбасарлары бар, кішкентай балдарымыздан 6-7 жастағы балдарымыз бар. Жақын жердегі Шымкент, Ақтөбе қалаларына бар. Қызыл, қызғылт, сары доп, жасыл доп деген арнайы жаңағы өздерінің жарыстары бар. Кішкентайлардың арасында сол жарыстарға қатысып жүлделі оралып жатыр. Енді бұл спорт түріне жалпы неше жастан бастап қабылдайсыздар? Жалпы тенниске 5-6 жас, 7 жастан бастап осы теннис орталығына қабылдай береміз. Келіп, осы спорт түріне қызығушылық танытқан әрбір баланың бойында ең бірінші қандай қабілеттер болу керек бұл спорт түрімен шұғылдану үшін? Енді бала болғаннан кейін 5-6 жастан мысалы балалар келеді. Әрине біз оларға ең бастысы бірінші ол балаларды біз жинап аламыз. Одан кейін ары қарай жаттықтырушылар жаттығуларын өткізген сайын өзі баланың өзінің бойынан ептілік, ынтасы, жалпы спортқа деген бір қызығушылық өзі белгілі болады. Бір айдың шамасында өзі белгілі болады. Бала немесе спортта қалады, осы жерде ары қарай жаттығады. Болмаса кейбір балдар бар, басқа спорт түріне қызығады. Келеді, маған қызық емес, басқа спорт түріне кетіп қалатын балдар. Өйткені 5-6-тағы балдар, кішкентай балдар, оларға айтып үйрете алмайсың. Түсінбейді, оларға тек ойын керек. Сондықтан ол жастағы балдарға арнайы өзінің жаттығулары бар. Олар көбінесе жаттықтырушылар ойын күйінде өткізеді. Қызықтыруға барынша. Сосын жаңағыдай баланың бойындағы ептілікті, жылдамдық, ойлау қабілеті де әрине баланың да дұрыс болу керек. Өйткені бекерден бекер айтпайды, орыстар айтады, теннис это шахматы на ногах дейді. Сондықтан әр қадам, әр жасаған қимылыңа арнайлап бір-екі қадамды алдын ала ойлау. Сол қалай ұрам, қай жерде ұрғаннан кейін, допты қайтарғаннан кейін, отскоктан кейін мен қай жерде тұру керекпін, осының бәрін балаға
сол жастан бастап үйретіп Бұл демек бастаймыз. ең бірінші келген сәттен бастап бұл спорт түріне үйретіп басталынатын нәрсе дейсіз ғой. Иә. Түсінікті. Енді бұл спорт түріне біздің Қызылорда облысының спорт басқармасынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр қазіргі таңда? Енді Нұрсәт теннис орталығы біз 4-ші жаңа мамандырылған жасөспірімдер олимпиадалық спорт резерв мектебіне барамыз. Әрине бұл мектеп Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына бағынышты мекеме болғандықтан, жаңа 5-6 жастағы айтып жатқан балалардың бәрі келген кезде жаңағы тегін түрде осы жерде жаттығады. Өйткені жаттықтырушылар мемлекеттен осы балдарды дайындау үшін жаңа өзінің айлық есебінде. Одан бөлек әрине басқарма басынан басқа да қолдаулар бар. Егер спортшылар ары қарай осы спорт түрімен айналысса, жоғарғы нәтижелерге жетістіктеріне жетіп жатса, басқа да көптеген қолдаулар бар. Жарыстар, стипендия деген секілді. Мысалы 9 бітіріп кейбір балдарымыз бар. Ары қарай колледж оқу, жаңағы жоғарғы немесе оқу орындарына түскен кезде басқарма атынан жаңағы өзінің гранттары бар оқуға түсетін. Өйткені ары қарай барлығы спортшылар ол ары қарай спортты жаңағы карьерасын қуалап атпайды, кейбіреулер жаттықтырушы болғысы келеді. Ары қарай мен жаттықтырушы болғым келеді, жаңағы балдарды үйреткім келеді дегенде сондай немен жаңағы оқу орындарына әсіресе гранттары бар. Одан бөлек жаңағы мен айтқандай басқарма облыс құрама команда сапына енгеннің өзінде Қазақстан чемпионаттарына, сапарларға, жарыстарға, егер Қазақстан чемпионатынан іріктелген жағдайда сырттағы жарыстардың өзіне жаңағы сапарларға, жарыстарға шығады. Соның бәрінің қолдау көрсететін осы біздің спорт басқармасы. Рахмет, түсінікті. Енді бұл спорт түрін маған қызық болсын, қанша уақытта толыққанды үйреніп шығуға болады? Жалпы үлкен теннис былай қарасаңыз, бұл күрделі спорт түрі да баланы дайындау, осы үйрету оңай емес басқа спорттарға қарағанда. Өйткені осы 10 жылдың ішінде көріп жатыр қой, бір баланы өзін шығару үшін мысалы 2-3 жыл уақыт кетеді. Ол баланы дайындап, жарысқа толыққанды дайын деп шығарудың өзі. Сондықтан үзбей дайындалсаңыз, бір 2 жыл, ондан мүмкін қабілетіңіз мықты болса, 1 жылда үйреніп кететін балдар бар. Демек, бұл спортқа деген қызығушылық, ынта-жігеріңіз болса, тез үйреніп шығуға болады. Әрине, әр адамның өзінің жаңағы ынта-жігері бар, ішке өзінің егер жаңағыдай ойбай үйренем, ойнайым, осы көрсетем деген балдар бар, жанып тұрған. Ол балдар өздері тез үйренеді. Кейбір балдар бар, жай былай бәсең жүреді да, бірақ уақыт өте келе бір уақыттарда өзі жаңа ашыла бастайды, үйренгеннен кейін өзі. Біреу ерте, біреу кеш ашылады. Сондықтан ол әр баланың өзінің әртүрлі. Ал енді осы спорт түрінен біздің сайыстарға оралайықшы. Бұл спорт түрінен жарыстар біздің Қазақстанда жалпы облыстық деңгейде, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде қаншалықты ұйымдастырылып тұрады? Теннис федерациясының өзінің күнтізбелік жоспары бар. 1 жылға жасалынады. Ол қазіргі таңда осы біздің теннис спорт түріне келетіңіз болсаңыз, федерацияның сайтына кірсеңіздер, жаңағы күнтізбеге кірсеңіздер, жарыстар өте көп. Жас ерекшелік бойынша халықаралығы бар, жаңағы республикалық деңгейде Қазақстан чемпионаттары, Қазақстан кубоктары. Көбінесе сол жарыстарға әр баланың өзінің жеке Каспин деген несі бар, жеке өзінің кабинеті. Сол арқылы әр спортшы мысалы интернетке кіріп күнтізбеге электронды күнде өзінің жаңағы несін береді. Сол өзінің жас ерекшелігі бойынша мысалы Шымкент қаласында болмаса Алматы қаласы, Ақтөбе қаласында болатын жарысқа өзі тіркеледі электронды түрде. Сосын жаңағы өзінің нақты сол жарыстың спискісі болады, ұлдар және қыздар арасында. Сол спискте мысалы рейтинг бойынша нешінші орында тұруға бәрін көруге болады. Сондықтан жарыстар былайша айтқанда апта сайын болады. Әр 7 сайын апта сайын жарыстар болады. Бірақ жас ерекшеліктер әртүрлі. Мысалы 14 жас ерекшелігі ол жарыстар 18 жасқа дейін жас ерекшелігі бар, 16 жас бар және одан өсіп ересектер арасында. Ал бізде қаншалықты деңгейде ұйымдастырылып? Енді бізде биыл өзіңіз білетіндей осы 4 жылдай болды. Мынау даладағы теннис кортының
күрделі жаңа жөндеуден өткіздік. Қазіргі таңда осы жақын арада осы теннис кортын аштық. Енді осы келесі айдың 2-сіне 3-не 12 жас аралығында осы кішкентай жасөспірімдер арасында республикалық турнир өткізуге жоспарлап отырмыз. Ол жаңағы сайтымыздың Қазақстан теннис федерациясының жаңағы күнтізбесінде тұр ол жарыс. Қазіргі таңда электронды түрде балалар өздерінің заявкаларын беріп жатыр. Сондықтан жарыс өткізуге 4 жылдай осы неге күрделі жөндеуге байланысты өткен жоқ. Өйткені регламент бойынша кемінде 4 кортты болу керек, теннис корты. Сол кезде ғана республикалық деңгейде. Ережеге сай болу керек. Ал мысалы өзіміздің теннис орталығындағы кіші жасөспірімдеріміз бар, 5-6 жас, 7 жас аралығында. Олар мысалы айына 2 рет, кейде 3 рет жаттықтырушылар өзара келісіп, кішігірім өзіміздің жарыстарымызды ұйымдастыра береміз. Қызыл доп, сары доп, жасыл доп деген. Сіз жаңа сөзіңіздің арасында айтып кеттіңіз, жас ерекшелігіне сай деп. Жалпы қаншаға бөлінеді жас ерекшелігіне байланысты? Алғашқы жаңағы келген кезде 5-6 жас, 7 жас аралығында бұл балалардың арасында ең басты келген кезде қызыл доппен арнайы өзінің добы болады. Бұл жас ерекшелігі бойынша. Арнайы өздерінің ракеткілері де болады. Сол жас ерекшелігі бойынша. Өйткені ракетканың өзінің техникаға әсер етпеу үшін өзінің салмағы болады. Ол салмақтың өзін грамдап бөледі. Сондықтан мысалы 5, 6, 7 жас ерекшелігіне балдар келеді. Оларға арнайлы өзінің арнайланған добы болады қызыл. Және арнайы ең жеңіл ракеткілері болады. Өйткені баланың ойнаған кезде әдісіне, техникасына әсер етпеу үшін. Одан кейін әр доп әртүрлі салмағы бар. Оның сосын ішіндегі мысалы ауасының өзінің ең жаңа қызыл доптердің жұмсақтығы, мысалы қызыл доптың іші 50%-ға ғана ауаға толы. Өйткені жаңағы жерден тиіп отскок жасағанның өзінде әр балаға, кішкентай балаға мысалы үлкен доппен тимеу керек. Өйткені өскен кезде оның бәрі техникаға әсер етеді ары қарай баланың ойнауына. Сосын екіншіден жаңағы одан кейінгі 8 жас, 9 жас аралығындағы балаларымыз бар. Олар қызыл доппен. Олардың жаңағы доптың ауасы 75%, өздеріне сай ракеткілер болады, граммен есептелетін. Бұл жасөспірімдер? Жоқ, бұл жасөспірімдер арасында. Және 910 жастағы балдарының арасында өздерінің де олардың жасыл доп деген доптары болады. Олар 75% ауаға толы, кішкене доптары и ракеткілерді өзіне байланысты, жаңа граммен байланысты. Ең соңғы 10 жастан біз айтқанда 12 жастағы балдар, 14 жастағы, 16, 18 және ересектер арасындағы ол кәдімгі 100% ауасы толған доппен ойнайды. Және оларында ракеткілері енді жас ерекшелігіне байланысты өзіне кімге қалай ыңғайлы. Кейбіреулер мысалы теннисшілер өзінің бренд дейді ғой, қазір неше түрлі брендтер бар. Салмағына қарай, өзіне ыңғайына қарай. Біреуі мысалы ауыр ракетмен ойнауды жақсы көреді. Біреуі наоборот жеңілдеткен түрінде ойнауға маған ыңғайлы дейді. Сондықтан ол ары қарай өскен сайын, дамыған сайын әркімнің өзінің ыңғайына қарай. Неден жасалынады материал? Материал енді кезінде ең бастысы ағаштан жасалынатын кезінде бастады. Енді қазір карбон, алюминий, темірде қазіргі таңда заманына сай ракеткілер жасалынады. Негізі бірақ бірінші кезде ағаштан жасалынады. Ал бұл спорт түріне арналған киім үлгісі жайлы айтып өтіңізші? Киім үлгісі енді ерлерге келетін болсақ, жалпы теннис жазғы спорт түрі болғаннан кейін өзінің арнайы шортилары бар, футболкілер бар, жаңағы тенниска дейді ғой. Және де өзінің тенниска ең басты жаңағы мән беретін аяқ киім, кроссовкілерді айтамыз теннис. Өйткені теннистің өзінің төсеніш дейді ғой. Төсеніштердің түр-түрі болады. Грунт деген болады. Грунт деген үлкен Уимблдон жарысы өтеді. Қызыл кәдімгі грунтта өтетін жарыс. Олардың кроссовкаларының өзінің арнайы өзінің кроссовкасы болады, табаны. Демек әр төсенішке әртүрлі кроссовка. Мысалы мынау біз тұрған қарт төсенішке арнайы өзінің табаны бар. Өйткені мынау қатты төсеніш өте.
және де құласа да жаңағыдай жарақат алды. иә жарақат алуға өте. Сондықтан бұл төсенішке жаңағы өзінің арнайы төсеніштің жаңағы кроссовкілері болады. Табаны ерекшелігі сода да. Өйткені Жалпы теннис қауіпсіз спорт па? қалай айтсам, мысалы теннисші бала келді, тенниске қатысты. Егер өзім үшін келем, өзім үшін жаңағыдай аптасына 3 рет келіп, таза өзің үшін ойнасаң, ондай бір жарақат алу, болмаса травма алу деген қаупі өте төмен. А егер әрине нәтижеге, результатқа жұмыс істейтін спортшыларымыз бар, күніне 2 мезгіл жаттығу жасайды. 2 мезгіл. Оның үстінде таңертең 1 сағат теннис корт болса, 1 сағат обязательно жаңағы жалпы дене дайындығымен дайындалады. Ол жүгіреді, резинамен жұмыс істеу, тренажерный залда жаңағы өзінің арнайы жаттықтырушылары болады. Сондықтан ол кезде бүкіл денедегі қанша мүшесі бар, соның бәрі жұмыс істегеннен кейін, әрине ол да бір күн болмасын әсер беріп, сыр береді. Сондай кезде оны байқамай қалады. Сондықтан кейде жаңағы аяқ тартылады тренировкадан кейін, жаттығудан кейін. Өйткені бала мысалы күніне 4 сағат, 5 сағат кортта жұмыс істеген кезде кешкісін жатқанның өзінде оны спортшы болғандықтан білеміз. Кейде жаңағы судорога дейді ғой, аяқ тартыла бастайды. Сөйтіп жаймен неше түрлі әсерін әрине береді. Өйткені қанша деген үлкен спорт жаңа айтады ғой, өзінің әсері олсыз болмайды. Жақсы, түсінікті. Енді осы спорт түрі жалпы нешеге бөлінеді теннистің? Бұл жаңа мен айта өткендей жеке дара болып та, және жұптық болып та ойналатын түрлері бар ғой. Жалпы қандай сайыс түрлері бар? Енді теннис жаңа өзіңіз айтқандай жекелей сында ойнайды, жұптық сында ойнайды. Сосын жаңағы жұптық сыннан бөлек, мысалы үлкен жарыстарда микс деген ерекшелік бар. Микс деген қыз бен ұл. Мысалы бір қыз бен бір ұл жаңа өзіне жұп таңдайды. Мысалы үлкен жарыстарда. Егер микс ерекшелігі жарыстың жаңағы регламентіне сай егер бар болатын болса, ол кезде жаңа жұптар бір-бірін іздейді мысалы. Бір теннисші, бір теннисші алдын ала қазір телефон, WhatsApp деген бар. Алдын ала бір-біріне жазады. Бір-бірімізге қарсылас болайық деп. Иә, бір-бірімізге жаңағы жұп болайық. Мысалы, ертең сен Шымкент қаласына барасың ба, ойнайсың ба дейді. Жұпты іздемей-ақ қой, бірге ойнайық. Жұптық сайыста айтып отырсыз. Иә, жұптық сайыста дейді. Сөйтіп бір-біріне жазады, алдын ала жаңағы келісіп алады. Сосын жарысқа келген кезде тіркеледі, жазылады. Жаңағы төрешілердің алдында өзінің жазуы тұрады. Өзінің белгілі бір уақыты бар. Бірақ ең бастысы жарыстарда жаңағы приоритет дейді ғой, біріншіден осы жеке сынға беріледі. Одан кейін барып, ары қарай жұптық сынға. Енді сіздің ақпараттарыңызға қарап отырсақ, бұл спорт түрі өте бір қызығарлықтай спорт түрі екен. Енді осы спорт түрін маған үйретсеңіз. Әрине, үйретуге дайынбыз. Ал енді осы спорт түрінің шартын, ережесін айта өтсеңіз, ең бірінші неден басталынады? Жалпы жарыстың өзінің ережесі болады. Төреші екеуін шақырады. Екі теннисшіні мысалы ойнайтын бір-бірімен болса қарсылас жребий тасталады ортаға. Кімге жребий бұйырып тұр, бұл немесе бірінші подача таңдайды, болмаса оң не сол жақты таңдайды өзіне ыңғайлы. Өйткені далада ойнаған кезде күн мысалы оң жағынан көзіне түспеу үшін ыңғайлы. Өзіне қай жақ ыңғайлы төреші сұрайды. Подача ма, әлде оңды сол жақты таңдайсың ба дейді. Сол кезде мысалы спортшы кейде подача, мен бірінші подача бастаймын, подача таңдаймын дейді. Подача әрдайым оң жақтан басталады. Оң жақтан сол жақтағы кіші квадрат бар ғой. Соған беріледі подача оңнан солға. Гейм дейміз ғой. Бір геймде 4 ұпай алу керек. 4 рет, яғни сен қарсыласыңа 4 ұпай алу үшін салу керексің. Сондықтан бір геймнің өзі 4 ұпайдан тұрса, бір сет 6 геймнен тұрады. Егер тең түсіп жатқан жағдайда 7-ші гейм тағы бір гейм қосылады, қосымша біреу қосылады да 7-ге дейін ойнайды. Енді уақыттан бұрын да ұтатын да жағдайлар болады ғой. Иә, ұтылатын жағдай, кейде тең түсетін жағдайлар болады. Сондықтан ережелер мысалы жас ерекшелігінен және жарыстың деңгейіне қарай өзгертіле береді. Мысалы жасөспірімдер арасында 2 гейм ойнайды.
егер 2 гейм ұтқан жағдайда 2-0 есебінде жеңіс қарсыласқа беріледі. Егер 1-1 түскен жағдайда жекелей сында үшінші қосымша бір сет ойнайды. Егер осы сәтте сеттің өзінде де тең түскен жағдайлар болады, бұл кезде соңғы жаңағы бірінші бір гейм қосылады да қосымда соған дейін ойнайды. Бір спортшыға қанша подача беріледі ойында? Бір спортшыға жаңағыдай 4 ұпай дедім, осы 4 рет беріледі. 4 рет беріледі. Бірақ 4-інің өзінде 2 жаңағы мүмкіндік беріледі ғой беруге. Өйткені бір мүмкіндігін аутқа болмаса сеткеге ұрған жағдайда екінші мүмкіндік беріледі. Сондықтан 8 мүмкіндік беріледі ғой, былайша айтқанда, бір геймнің ішінде. Енді осы сайыс ережесін, ойын ережесін бұзатын іс-әрекеттер жайлы айтсаңыз, ол қандай жағдайда ойын шарты бұзылады? Енді ондайда спорт болғаннан кейін, әрине үлкен жарыстарда да ондай, мысалы, жаңағы қателіктер болады. Үлкен спортшылардың өздері қателіктер жібереді. Өйткені мысалы жасөспірімдер арасында төрешілер сырттан тек бақылау, наблюдение дейді. Сол бақылап жүріп, мысалы балалардың спортшылардың өздеріне санақты жүргізіп қояды. Бірақ 1-4 финалға келген кезде төрешілердің өзінің арнайы вышкасы болады, отыратын төрешінің отыратын жері. Соған отырып, жаңағыдай қателіктерді қарап отырады, мысалы аут бақылап қарап отырады. Және де соны дауыстап айтып тұру керек спортшыға. Өйткені нақты спортшылар еститіндей. Енді ең бірінші басты қателік әрине доп, мысалы сеткеге тигеннің өзінде қарсылас емес өз жағыңа түссе, подача кезінде болмаса ойын кезінде очко жазылады, ұпай жазылады қарсыласыңа. Егер мына ойнап жатқан өзінің сызығы болады, зонасы болады, спортшылардың егер содан асып кетіп жатқан жағдайда да әрине ұпайды сенің қарсыласыңа жазылады. Сосын подача беріп жатқанның өзінде кейде енді төрешілер онша көп мән бере бермейді, өзінің бір этикеті болады теннистің. Сызықты негізі баспау керек. Бірақ кейде подача кезінде секіріп беріп, ұрған кезде, қатты подача бергенде, кейде аяқпен түсіп отырады, сол кезде застоп деп айтып жатады. Көп төрешілер оған қатты онша мән бере бермейді. Бұны бір қателік десе, бірі қателік емес деп есептейді. Бір қателік емес деп, кейде көбінесе көз жұма береді. Бірақ жаңағы финалдық бір принципиальный ойындар болған кезде, ол жерде төрешілер қате жібермеуге тырысады. Өйткені финал ғой, бұл жерде бір мен екінші орын спортшылардың тағдырын шешеді, былайша айтқан. Ондай кезде әрине ондай неге қателікке қатты беріледі өте. Өйткені үлкен жарыстардың өзінде мысалы бір төреш емес, жалғыз жаңағы сызықта линейный судьялар болады жанында. Әр сызыққа артынан қарап тұратын, және де доптарды беріп тұратын өзінің бол-бой дейді, ағылшынша. Балдар, қыздар болады, көмектесіп, доптарын алып беріп тұратын. Егер жаңағыдай артқы сызықтан кейде төрешілердің өзі қателік жібереді, мысалы көрмей қалғанда линейный судья көріп тұрады. Сондықтан бұл жерде де жаңағы әртүрлі пікірде болады. Пікір, спорный моменттер көп болады. Рахмет, түсінікті. Енді сіз айтқан ақпараттарға сүйене отырып, осы спорт түрін мен де үйреніп, мен де жаттығып көрсем. Әрине, оған сізге арнайы сізді үйрететін жаттықтырушымыз бар. Жаттықтырушы сізді ракеттің жалпы қалай ұстап, басты кезде қалай подача беру, қалай ұру, оның бәрін үйретіп, айтып түсіндіреді. Ракетка держим вот так. У нас стойка вот держим справа. Когда справа открываем ракетку, это уже слева рука вот. И теперь боком, сразу боком. Это называется зеркало. Вот здесь зеркало, на зеркало смотрим. И ракетка вот раз. Теперь здесь фонарик. Фонарик на корт смотрит и убираем. И замах, а здесь слева рука помогает и убираем. Теперь также стойка, ракетка держим. Вот. Я мяч вот сюда бросаю, хорошо? Зеркало дайте мне. Зеркало. Все, боком ногу убираем. Вот. А эту руку сюда, вот, слева. Вот. Готовы, да? Раз, два, три.
Хорошо. Ұстап қалу керек. Да, қой, да, да. И еще. Вот здесь. Во. Хорошо. Еще раз. Ракетка. Во. Раз, два, три. Молодец. Еще раз. Раз, два, три. Теперь добавляем ногу в конце. Закрываем ногу. Вот на середину поставим. Да. В конце. Ну-ка. Раз, два, три. Хорошо. Еще раз ракетка так держим. Ага. Зеркало показываем. Согните ногу. Раз, два, три. Теперь я бросаю вот сюда сам. Вы сами будете делать. Давай. Начали. Раз, два, три. Подходили. Боком, боком, боком. Раз, два, три. Ага. Теперь издалека я буду бросать. Направляем на корт. Давай. Раз. Хорошо. Ну-ка, ну-ка. Хорошо. Подход. Оп. Молодец. Молодец. Сейчас мы справа техника отрабатываем. Сначала. Да. И потом издалека будем играть. И потом подача научу. Жақсы түсінікті. Раз, два, три. Оп. Подходите вперед, вперед. Вот. Еще раз. Раз. Хорошо. Раз, давай, 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 давай. Вот. Когда на мяч подход, у нас маленький шаг. Вот. Бам, бам, бам. Аха, түсінікті. Кішкене ғана қадамдар жасау керек қой. Да, да, да. Оп, оп. Хорошо. Теперь давайте слева сразу. Слева я научу. Сол жақты да Да, үйрену керек қой. да, слева. Слева у нас... Бұл да дәл сол, бірақ керісінше жасау керек. Нет, слева мы играем два рука. Два Екі рука. қолмен ойнау. Вот, смотрите, у нас слева два рука. Вот открываем и отправляем. Мен бір қайталап көрейін. Ага. Еще раз. Тұрамыз. Стоп. Вот надо. Во. Созыңқырау керек. Да. И вот так. Еще раз. Когда вот открываем. Да. Во. Оп. Да. Хорошо. Жақсы түсінікті. Енді байқап көрейік. Қымбатты телекөрермен, әзірге біз бұл теннис ойынындағы басты жаттығуларды жасап жатырмыз. Бұл допты қайтару, орта белден қайтару жаттығуларын жасап жатырмыз. Әлі алда қызықтар күтіп тұр. Ага. Вот у нас раз, два, три, уже контакт. Контакт и удар. Раз, два, три. Хорошо. Два, три. Хорошо. Раз, два. Хорошо. Хорошо получается. Лучше вы в теннис играете. Идемте. Бұл жаттықтырушыға да байланысты шығар деп ойлаймын мен енді. Теперь у нас подача. Подача беру үйренеміз. Да, у нас подача. Сейчас мы подачу постоянно подаем справа. Вот, например, вот, линия нельзя поступать. Басуға болмайды. Да, потому что если мы будем поступать, это футбол называется, очко не читается. Поэтому вот линия, ногу вот поставили, ракетка назад убираем, убираем. Ракетку ровно держите, ровно. Во, назад убираем. Вот сюда поставили. Ага. И мяч. Вот мяч, когда вот раз кидаем. Сначала мяч кидаем. Хорошо? Не будем бить. Давай. Раз, два, кидаем. Хорошо. Еще. Еще высота. Ну-ка. Вот. Еще. Вот, смотрите. Жоғарырақ лақтыра беру керек қой. Да, да. Во. Бұл жаттығуда да аяқты бүгіңкіреп. Да, да, обязательно. Обязательно. Это пружина. Вот. Оп, поднимаем. Барлық күшті қол ракеткаға жұмсау керек. Да.
Ну-ка, Жақсы теперь түсінікті. будем бить. Ракетку вот держим. Ну-ка, попробуем. Когда у нас ракетка назад уходит, тогда мяч бросаем. А у вас первым мяч уходит, и потом ракетка. Жақсы, түсінікті. Бірінші допты лақтырмай тұрып, Значит, ракеткамызды да, артына кидай. келу керек. Да. Енді лақтыру керек. Вот. Ну-ка. Вот, ничего, нормально. Бұл жаттығулар теннисте өте маңызды рөл атқаратын жаттығулар. Сондықтан да жақсылап үйреніп алған дұрыс. Мяч не надо назад кидать, а кидаем чуть вперед. Алдымызға Вот, қарай да. лақтыру керек қой. Хорошо, теперь место меняем туда. Вот. Теперь на это квадрат будем подавать. Чуть-чуть боком. Да. Корпус должен смотреть на это, на квадрат. Вот. Бұл аны төрт күштінің ішіне түсіру керек қой. Да, это квадрат называется. Бұл да дәл сол секілді ғой. Вот. Во. Первую подачу у вас попал, а второй пошел аут. Стараемся вот два мячи, стараемся попасть на Екі корпус. допты да түсіруге тырысу керек қой. Да. Если первый попадет, это уже игры начинается уже. Түсінікті. Вот первый мяч не попал, теперь второй стараемся попасть. Вот второй попал мяч, молодец. Енді ойын басталып кетеді ғой. Да. Еще раз попробуем. Хорошо. И последний мяч. Вот, молодец. Бұл аутқа кетіп қалды. Да, первый мяч попал, а второй аут пошел. Если мяч попадает на корт, мы уже играем. Вы уже научили справа удар и слева удар. Мы уже это отрабатывали удар. Теперь мы сейчас работали подача. Теперь вы готовы играть в теннис. Мы сейчас издалека будем играть. Жақсы, байқап көрейік. Мы сейчас через сетку будем играть. Только что техника показали же. Теперь будете показать через сетку играть. Как Жақсы, түсінікті. и движениями постоянно играем, стойко и... Оң Да, жақта да, бір да. қолмен, сол жақта Ага, екі қолмен. справа и слева. Жақсы, түсінікті. Мяч боком встречаем, боком. Ой. Вот боком мяч. Хорошо. Хорошо. Мяч попал, играем. Во. Свободно. Держим ракетку. Сильно не надо держать. Есть. Я қымбатты телекөрермен, біз үлкен теннисті ойнап жатырмыз. Бұл өте бір қызықты спорт түрлерінің бірі екен. Мен қазір подача беруге дайындалып тұрмын. Бізбен бірге болыңыздар. Попал мяч, играем дальше. Оп. Хорошо. Слева удар. Хорошо. Стойка. Оп. Хорошо. После удара двигаемся. Я қымбатты телекөрермен, біз дәл қазір ғана бір гейм партиясын ойнап бітірдік. Мен сәйкесінше ұтылдым, әрине. Бірақ дегенмен де қалай ойнадым, жаттықтырушыдан сұрап білейік. Қандай баға бересіз? Первая тренировка у вас отлично получается. Особенно техника, кисть хорошо работает. Это молодцы. Вы молодцы. Рахмет көп. Қанат Тұрмаханұлы, бүгін бізде осы теннис спорты жайлы бағдарламаға арнайы көптеген мағлұмат беріп,
ақпараттар жеткізгеніңізге көптен көп алғысымызды жеткіземіз. Және алдағы уақытта осы спорт түрінен жасөспірімдеріміз, жастарымыз биік шыңдарды бағындыра берсін деп тілейміз. Рахмет сіздерге де. Өйстіп, бұқаралық спорттың дамуына өз үлестеріңізді қосып жатсыздар. Осындай бағдарлама арқылы мысалы облысымызда қанша жасөспірімдеріміз бар, үлкендеріміз бар. Жалпы спорт сүйер қауымға дәріптеу ғой. Сондықтан сіздерге рахмет. Және де әрдайым осы теннис спортын ойнаймын, үйренемін деушілерге әрдайым есіміз ашық. Жақсы, рахмет.